Өзгеде ақпарат, Шымкент қаласы соттарында былтырғы жылы 2000 қылмыстық іс қаралған. Сотталушылардың қылмыс жасауға себеп болған мәселесі табыс көзінің болмауы. Кейбірі бөтеннің мүлкін жымқырып, кәсіпке айналдырғаны анықталып отыр. Осылай деп мәлімдеген шаһар сотының өкілдері көрсеткіш 24 қылмыстық іске артқанын мәлімдеді. Елді дүрбелеңге салған пандемия еліміздің барлық салаларына өз ауыртпашылығын тигізбей өткен жоқ. Әсіресе сот саласына орасан зор жүк артты. Өйткені сотта қаралып жатқан қандай да болмасын істер өз уақытында тиісті шешімін тауып отыру қажет. Карантин жағдайына байланысты бүгінгі күнге дейін сот отырыстарын қашықтықтан онлайн форматта өткізудің ауқымы кеңейіп, сот жұмысы тоқтамсыз жалғасуда. Айта кетер болсақ, 2020 жылы Шымкент қаласы бойынша соттарға 22389 азаматтық іс түссе, соның 15-нан астамы электронды түрде түскен. Қазіргі таңда қоғамда белең алып тұрған қылмыстар деп меншікке қарсы қылмыстарды айтуға болады. Әсіресе тыйылмай тұрған қылмыстар ол ұрлық пен алаяқтық болып отыр. Осы екі санаттағы қылмыстардың өзі 38%-ді құраған. Былтырғы жылы 2020 жылы қаралған бір қылмыстық іс бар. Яғни сот А деген тұлға тергеумен анықталмаған бір басқа тұлғалармен бірге сөз байласу арқылы өздерінде болған арнайы құрылғылардың көмегімен автокөліктерді ашып, оның ішіне заңсыз кіріп, ірі және аса ірі мөлшерде қаражаттар жымқырған болатын. Осындай бұл тұлғалар істің мән-жайын анықтап қарағанда арнайы дайындықпен Шымкент қаласына, Алматы қаласынан келген банктердің жанында сол банкке келушілерді бақылап, қылмыс жасайтын алдын ала межелеп, олардың артына түсіп, ыңғайлы сәттерді пайдаланып, жаңағы көліктерді ашып, қаражаттарды жымқырып отқаны анықталған. Бұл қателеспесем, осы қылмыстық іс бойынша 8 фактіге дейін ірі мөлшердегі қаражаттар жымқырылған. Шымкент қаласының соттары халыққа қызмет көрсету мүмкіндіктерін жаңғырта отырып, арыздарды сот кабинеті сервисі арқылы электронды түрде жұмыс атқарды. Қазіргі таңда сот жұмысының ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ететін соттағы фронт-офистер өз қызметін атқаруда. Шымкент қаласының аудандық соттарын және оған теңестірілген соттарында 2020 жылдың 12 айында 2000 қылмыстық іс түскен болатын, өткен жылдан қалдық ретінде 134 қылмыстық іс өткен болатын. Бұндай қылмыстардың өршуінің басты себептері де біз пандемия жағдайында әлеуметтік жағдайдың күрт төмендеуі деп пайымдауға да болатын шығар. Өйткені кейбір сотталушылар өздерінің жасаған қылмыстық әрекеттерін табыс көзінің болмауын үйінің өзі асырау үшін жасадық деп түсіндіріп отырады. Қалалық соттың өткен жылы атқарылған жұмыстардың саралануы бойынша Әл-Фараби аудандық сотына 703 қылмыстық іс түскен. Абай ауданында 434 іс қозғалса, сонымен қатар Еңбекшіде 380, Қаратау аудандық сотына 373 іс түскен. Ал кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына 70 іс түсіпті. Бұл мәліметтер соттарға түскен істердің саны көбейгенмен, үкім шығарумен аяқталған істердің саны азайғанын көрсетеді. Салтанат Рүстембек, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.